Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге Америкада жұмыс бар ма деген сұраққа жауап бергім келеді. Америкада жұмыс шыны керек, шынымды айтайын, жеткілікті. Бірақ міндетті түрде орыс тілін білу керексіздер. Екіншіден ағылшын тілін білу керексіздер. Либо қазақша, ағылшынша білу керексіздер. Өйткені мына жақта көптеген адамдармен конкурентқа түсесіздер. Конкурент деген Америкаға келетін адамдар өте көп. Жылына почти 2 миллиондай адам келетін шығар. Сондықтан сол адамдармен конкурентта способность болу керек та. Өйткені мына жақта конкурентті способность болу керек, адамдармен жарыса білу керек. Өйткені мына жақта испаноговорящийлар, Европадан келген адамдар, Россия, бүткіл біздің СНГ-ден келген адамдар бар. Өйткені солармен бірдей деңгейде, даже одан жақсы нәтиже көрсету керексіңдер. Сонда жұмыс істеуге деген үлкен мүмкіндік бар. Ал жұмыс Америкада оңай ма деген сұраққа, жұмыс Америкада оңай емес. Жұмыс Америкада былай айтқанда оңай емес. Оңай емес дегенде енді міндетті түрде жұмыс жасау керексің. Таңертеңнен кешке дейін почти 8 сағат жұмыс жасайсың, аптасына 40 сағат. Адамдар бір ғана жұмыс емес, 2 жерде жұмыс жасайды. Өйткені квартира, аренда, неше түрлі ақша төлеу керек. Солардың бәрін жеткізу үшін. Тағы да не айтайын. Сол қай қалаға бару керек дегенге мен айтар едім, үлкен қалаға барған дұрыс. Өйткені үлкен қалада таныстарыңызды таба аласыңдар, русскоязычный, орыс тілде сөйлейтін адамдарды таба аласыңдар. Жұмыс табу оңайға шығады, тем кішкентай қалаға барғанша. Мысалы, Нью-Йоркқа барып көруге болады. Нью-Йоркқа барып, Нью-Йоркта жұмыс жеткілікті енді. Орыс тілдес адамдарда плюс англоязычный арасында да. Содан кейін қандай қала бар? Чикагоға баруға болады, үлкен қала болса алады. Сан-Франциско, Лос-Анджелестерге олар көбінесе жастарға арналған қала деп айтқым келеді. Естуім бойынша, өзім болған жоқпын, естуім бойынша ол жақта негізі қымбат деп айтады. Аренда, жүріп тұру, күнделікті өмір сүру қымбатқа шығады дейді. Ең бастысы, документтерің дұрыс болатын болса, легальны Америкаға келген болсаңыздар, бәрі легальны, бәрін жасауға болады. Америкада енді бәрін істеуге болады, барлық құжаттарды жасауға болады. Америкада ұлт жоқ, американец деген. Мына жақта афроамериканец, азия-американец деп бөлінеді. Біздің латиноамериканец, барлық адамдар американец бола алады. Сол жалпы барлықтарыңызға сәттілік. Егерде грин карт отқан болсаңыздар, қысылмай келе беруге болады. Егерде туристический визамен келсеңіздер, келіп қыдырып көрулеріңе болады. Work and Travel'мен келгенде жатқан адамдарға жұмыс жеткілікті, келіп екі жұмыста істеуге болады. Сол жалпы барлықтарыңызға сәттілік. Америкаға келіңіздер, көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырсаңыздар болады. Рахмет, сендермен болған Асхат, Флорида, Орландо қаласынан. Сау болыңыздар.